3-те 118 есептің біріншісін шығарайық. Y-тен 2x-тің кубы. Яғни аның қандай мәнінде v нүктесі мұна функциялардың графигінде жатады. Яғни бұл жерде x белгілі, a-сы белгісіз. A деп отқанымыз y-ке тең. Сонда y дегенімізден 2 көбейтілген x-іміз 2-ке тең, 2-нің 3-ші дәрежесі тең. Сонда 2 көбейтілген 8 нәтижесінен болады 16-ға. Сонда v нүктесі x-і 2-ге, y-і 16-ға тең болған жағдайда мына бір теңдеудің бойынан өтеді екен. Келесі екіншісін шығарайық. Y-тен минус x-тің 3-ші дәрежесі болу керек. Сонда y-тен минус 2-нің 3-ші дәрежесі. Ол бізде минус 8-ге тең. Сонда v нүктесі x-і 2-ге, y-і минус 8-ге тең болған жағдайда мына бір теңдеудің бойынан өтеді. V нүктесі. Келесі үшіншісі y-тен минус 3-тен 1 x-тің 3-ші дәрежесі. Так, y-тен минус 3-тен 1 көбейтілген x дегеніміз 2-ке тең, 2-нің 3-ші дәрежесін есептейміз. Сонда минус 3-тен 1 көбейтілген 8-ге тең. Сонда 8 бөлінген 3, ол деп отқанымыз минус 2 бүтін 3-тен 2-ке тең екен. Яғни v нүктесі x-і 2-ге, y-і минус 2 бүтін 3-тен 2-ке тең болған жағдайда мына түзудің бойынан өтеді. Келесі төртіншісін шығарайық. Y-тен 8-ден 1 x-тің 3-ші дәрежесі. Y-тен 8-ден 1, так, 2-нің 3-ші дәрежесі. 2 санының 3-ші дәрежесі. Сонда 8 бөлінген 8 нәтижесі 1-ге тең болады. Сонда v нүктесі 2 мен 1-ге тең болған жағдайда мына бір теңдеудің бойынан өтеді екен. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 3-те 119 есебіміз a-ның қандай мәндерінде y-тен ax-тің квадратының функциясының графигі a нүктесі арқылы өтеді деді. Y-тен ax-тің квадраты. A нүктесі бізде 2-ден 2-ке тең. Яғни x деп отқанымыз 2-ке тең, y деп отқанымыз 2-ке тең. Енді осы жерден a-ны тауып алайық. Орнына апарып қоямыз. 2-тен, так, a көбейтілген x-іміз 2-нің квадраты. Сонда a көбейтілген 4 тең бізде 2-ге деп тұр ғой, орнына ауыстырып жаздым. Сонда a тең 2 бөлінген 4. Ол деп отқанымыз 2-ден 1-ге тең, бөліп жіберсек 0,5-ке тең. Яғни a-ның нәтижесі 0,5-ке тең болғанда a нүктесі осы теңдеудің бойынан өтеді екен. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісі бізде v нүктесі. V нүктесінің координатасы 2 мен минус 2-ке тең. Так, орнына апарып қояйық. Минус 2 деп отқанымыз y-ке тең, a көбейтілген 2-нің квадраты. Сонда a көбейтілген 4 тең минус 2-ке. a тең минус 2 бөлінген 4. Ол тең бізде минус 0,5-ке. Яғни екінші жағдайда 0,5-ке тең болу керек екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Үшіншісі с нүктесі берілген минус 3 пен 6. Орнына апарып қояйық. 6 дегеніміз y, 6 тең a көбейтілген минус 3-тің квадраты. Сонда a көбейтілген 9-ға тең 6. a тең 6 бөлінген 9. 3 санына қысқартып жіберсек 3-тен 2-ке тең болады. 2-тен. Яғни a-ның нәтижесі 3-тен 2-ге тең екен. Келесі төртіншісін шығарайық. Төртіншісі d нүктесі берілген минус 3 пен минус 6. Так, минус 6-ны орнына апарып қояйық. Тең
а көбейтілген минус 3-тің квадраты минус 6 тең а көбейтетін болсақ 9-ға тең болады. А тең минус 6 бөлінген 9 нәтижесі минус 3-тен 2-ге тең болады екен. Келесі 5-ші нүктесін шығарайық. Ол бізде Е нүктесі берілген. Координатасы 2-ден 1 және 1,5-ге тең. Так, 1,5 тең а көбейтілген 2-ден 1-дің жақша сыртында квадраты. 1,5 тең а көбейтілген 4-тен 1. А дегеніміз 1,5 бөлінген 4-тен 1-ге тең. Ол дегеніміз 0,125-ге тең емес пе? Соны 1,5-ті 0,125-ге бөлетін болсақ, А-ның нәтижесі 6-ға тең болады екен. Келесі 6-шы есебін шығарайық. 6-шы есепте F нүктесі берілген. Оның координатасы минус 3-тен 2 және 3-тен 4 сандар. Енді орнына апарып қояйық. 3-тен 4 саны тең а көбейтілген 3-тен 2 минустың жақша сыртында квадраты. Так, 3-тен 4 тең а көбейтілген 9, 4. Сонда А-мыз тең 3 бөлінген болады бізде 9-дан 4. 10 ауыстырып жазып жібереміз. 3-тен 4 көбейтілген 9 алынып шығады. 4 бөлінеді. Қысып қарап кетсе, 3-ге тең болады. Сонда А-ның нәтижесі 3-ге тең болады екен. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 320-шы есепте А-ның қандай мәндерінде y-тен ax-тің кубы функциясының графигі А нүктесі арқылы өтеді дейді. Яғни x-міз 2-ге тең, y-міз 2-ге тең. Орнына апарып қойдық, яғни 2-ні орнына қоямыз. А көбейтілген 2-нің 3-ші дәрежесі. Енді осы жерден А-ны тауып алайық. 2-нің 3-ші дәрежесі 8-ге тең. Сонда А дегеніміз 2 бөлінген 8. Ол дегеніміз 0,125-ге тең болады екен. Екіншісінде де y-міз минус 2-ге тең, А көбейтілген x-міз 3-ші дәреже. Яғни формулаға апарып қойып жатырмыз. Сонда 2-нің 3-ші дәрежесі 8-ге тең болатын болса, мынаның теріс таңбасы шығады. Сонда А-мыз минус 0,125-ге тең. Келесі С нүктесін табайық. Мынау x-ге тең, 9-дан 1 дегеніміз y-ге тең. Орнына апарып қойдым. Осы жерден А-ны таптық. Дәл солай Д нүктесінде тапқан кезде нәтижесі 2-ге тең болды.